Асқабақ десе, бала кезімізден сарайда сақталатын немесе кереуеттің астында дөңгеленіп жататын асқабақтар есімізге түседі. Қыс бойы одан түрлі тағамдар жасап жейтінбіз. Сол кездері дәндерінің құрамындағы дәрумендердің қаншалықты адамға пайдалы екенін білсек ше. Сонымен асқабақ несімен пайдалы? Асқабақ жастық эликсир. Құрамында А, Е дәрумендерінің көптігі ерте қартаюдың алдын алады. Басқа көкөністерге қарағанда құрамында темір өте мол. Сол себепті анемиямен күресуге таптырмас тағам. Асқазан ішек жолдарын тазалап, ас қорыту жұмысын жақсартуға жақсы көмектеседі. Ал сіз асқабақты жиі жейсіз бе? Қандай тағамдарды дайындайсыз? Бөлісе кетіңіз. Комментарийға жазып кетіңіз. Бәріңізге сәлем. Бұл пайдалы кеңес арнасы. Асқабақ нақты қандай ауруларды емдейді? 1000 түрлі дерттің шипасы мен емдік қасиеттерін айтамын. Адам ағзасын қалай өзгертетіндігін сіз естіп білмеген ақпараттармен бөлісемін. Бұл видеоны соңына дейін қараңыз, сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, сіз бұл видеоны ұнатсаңыз, лайк батырмасын басып, комментарий жазуды сұраймын. Сіз үшін болмашы әрекет мені шабыттандырады. Ал ендеше подписаться кнопкасын басып алсаңыз, онда кеттік бастайық. Күз келіп, күн суыта бастағанда адамдардың денсаулығы сыр бере бастайды. Бұл кезде ең бастысы пайдалы тағамдарды жеу керек. Дәрігер-терапевттер мезгілдегі ең пайдалы 3 өнімдерді атады. Диетаға асқабақ қосқан жөн, өйткені оның құрамында талшық көп. 100 грамм асқабақтың құрамында А дәруменінің күнделікті мөлшері бар. Ол гормондарды өндіруге қажет, сонымен қатар көру мен иммунитетке пайдалы дейді дәрігерлер. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізетін пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор және магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандарға көптеп пайдалануы керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмектеседі. Асқабақтың жүктілік кезінде де қолданылған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, дәрумендер қорын жияды әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ шырынын пайдалану суық мезгілде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруларын зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Егер асқабақ шырынның өзін іше алмасаңыз, оның ішіне апельсин немесе мандарин, өзіңіздің ұнатқан басқа да цитрустық жемістерді қосып, араластырып, шырын жасайтын құралмен сығып ішсеңіз болады. Өте пайдалы, дәрумендерге толы, тез иммунитетті көтеріп, суыққа қарсы тұратын қабілеті мықты. Асқабақ шырыны әртүрлі ауруларға қарсы профилактикалық агент ретінде тағайындалады. Өйткені сусын зияны микроорганизмдер мен вирустардың енуіне жол бермейтін иммундық қозғалысты күшейтеді. Күніне жарты стақан шырын қабылдау инфекциялар мен суық тию қаупін 2 есе азайтады. Ұйқының бұзылуы кезінде оған 1 ас қасық бал қосқаннан соң 1 стақан шырын ішу ұсынылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан асқабақ шырынын ішу керек. Шырынның, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана тұтынылады. Оны сақтауға болмайды. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С витамин тобы, витамин топтарының дәрумендері де өте көп. Есеп жыныс жүйелерінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Асқабақтың дәнінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар.
Магний жүрек бұлшықеттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл қояды. Ғылымда дәлелденгендей, холестериннің жоғары деңгейі жүрек қан тамырлары ауруын тудырады, ал дәннің құрамында фитостеролдар қандағы холестериннің деңгейін төмендетеді. Асқабақ дәндерінің құрамындағы триптофан амин қышқылдары ағзадағы серотонин өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізеді. Дәнек құрамындағы цинк бас ми жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды да басатын қасиетке ие. Асқабақ таңдағанда салмағы 3-5 келіге жететін асқабақты алған жөн. Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты саналады. Сонымен қатар қабығы жұқа, ал ұлпасы қалың болғаны жөн. Асқабақта кездесетін мада талшықтар іш қатуды болдырмайды, қатерлі ісік ауруына шалдықпауға көмектеседі. Ал С және В дәрумендері адам денесіне жиналып қалған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол беттегі әжімді түсірмейді, бетке ылғалдылық береді. Қартаюдың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап иммунитетті көтереді, әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Простатит қуық түбі безінің қабынуы ер адамдардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да, төсектегі тіршілігіңізге де кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып, немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емдік күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дерттен арыласыз. Асқабақ құрамындағы L-аргинин заты ерлердің тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді әрі ісігін қайтарады. Теріңіз қандай типте болсын, асқабақ сізге өте жақсы көмектеседі. Өйткені асқабақтың құрамы сұлулық пен балғындыққа толы. Асқабақтан маска жасасаңыз, сіздің теріңізде қандай типте болса да, жағымсыз тұсы байқалмайды. Себебі оның құрамындағы сұлулық пен жастық дәрумендері өте көп. Асқабақтың пайдалы қасиеттері мен сіздің денсаулығыңызға пайдалы ақпараттарды бердім деп ойлаймын. Ауырмаңыздар, ем болсын.